Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка Максовна. Бүгін біз осындай әдемі медовое пирожное дайындаймыз. Ол өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Толық ингредиенттер видеоның астында жазылған. Үлкен бір ыдысты алып, балды салып, балды ерігенше араластырамыз да сода қосамыз. Сода 2 есе болып көтеріледі, түсі осындай қоңырқай болғанша араластырамыз. Онан кейін артынан сары майды салып, ерігенше тағы да араластырамыз. Біздің сироп дайын болды. Енді жұмыртқаны сарысы мен ағынан ажыратамыз, және жай миксермен де қолдануға болады. Ақ-уызға қантты қосып, оны жақсылап миксерлейміз. Ол өте жақсы болып көпіріп, венчикте қалатындай әппақ болып шығу керек. Сары уызды қосамызда тағы да миксерлейміз, және шетінен біздің жаңағы сиропты ақырын сұйытып құямыз да біздің қоспаны араластырамыз. Түсі бір қалыпты болған кезде миксерді тоқтатамыз, көп араластырмаймыз. Міне бізде осындай сұйықтық шығады. Енді осыған ұнды алып, міндетті түрден ситадан өткізіп, шетінен сеуіп салып араластырып отырамыз. Бізде осындай сұйық қамыр шығады. Бұны біз бірнеше бөлікке бөліп пісіреміз. Осындай үлкен формаға пергамент қағазды төсеп, мен қамырды осылай лопаткамен жұқа қылып бәрін жағып шығамын. Одан кейін қызып тұрған пешке 180 градуста 8 минуттай пісіремін. Міне біздің корж пісті, шықты, астындағы пергаментін алып тастаймын. Каналға тіркеліп, подписация батырмасын басып, қоңыраушаны басып, тағы да басқа видеоларымды жібермей көріңіздер, алдыда тағы да қызықты рецепттер болады. Енді корждарды бірін үстіне бірін қойып, дәл ортасынан бөліп, шет-шетіндегі қиықтарын алып тастаймын. Ол бізге әлі керек. Сметанный крем жасаймыз. Оған біз қаймақты алып, үстіне қант ұнтағын себемін де жақсылап тұрып миксерлеймін. Шет-шетіндегі қант ұнтағын жинап аламда, тағы да бір рет миксерлеймін. Біздің сметанный крем дайын, осындай сұйық болып шығу керек. Енді біз корждарды жинаймыз. Бәрін бір келкі көлемде жағып шығамын, тура видеодағыдай. Осы бүкіл барлық корждарға жетеді. Енді осы корждардан өзімізге керек көлемде кішкентай пирожныйларды кесіп аламын. Және шет-шетін қалған сметанный кремді міндетті түрде жағамын. Бұл біздің жаңағы шетіндегі қалған қиықтарды мен блендермен үгітіп алдым. Енді посыпка ретінде осылай шет-шетін матырып, біздің пирожныйды әсемдейміз. Тура видеодағыдай болып шығады. Енді пирожныйлардың дәмін көрейік. Өте дәмді, жұмсақ, сондай балды болып шығады. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.